Сәлем достар, сіздермен бүгін қызыл борщ жасаймыз. Мен өз жасау тәсілімді көрсетейін. Бірінші мен етімді турап, жуып және қазанымызға салып, майсыз пісіремін тамақтарды. Мен осылай өзінің суы бөлініп шығады еттің. Астын баяу отқа қойып, үстіне қызанағымызды және пиязымызды, сәбізімізді турап салып, тұз салуды ұмытпаңыз. Мен теңіз тұзын қолданамын. Бәрін осылай астын баяу отқа қойып бұқтырамыз. Үстіне картоплымызды саламыз. Дәміне қарай басқа дәмдеушілер салсаңыздар болады. Үстіне картоплымызды саламыз. Қырыққабатымызды турап саламыз. Қайнап жақсы жұмсарғаннан кейін үстіне бұрыштарды саламыз әртүрлі, және қызылшамыз турап салып, астын баяу отқа қойып, бетін жабыңқырап пісіреміз. Піскеннен кейін бетіне лимон соғы немесе лайм соғынан кішкене сығып қоссаңыздар болады. Ас болсын. Сіздермен болған Майра.